Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен қолжетімді заттардан дайындалатын, әрі дәмді, әрі тойымды болып шығатын етті бәліштің рецебімен бөлісіп жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Салмасына қажетті заттар: 400 грамм тартылған ет, 1 немесе 2 картошка, 1 пияз керек болады. Пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Картошканы да дәл солай ұсақтап тураймыз. Тартылған етіміздің үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеушілерді саламыз. Қамырына қажетті заттар: 2 жұмыртқа, 500 грамм ұн, 150 грамм айран немесе сметана, 180 грамм сары май. Мен айран қолдандым. Айранды ыдысымызға құямыз. Жұмыртқаны саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Сары майды құямыз. Араластырамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Араластырамыз. Қалған ұнымызды саламыз. Енді осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Неге қамырымыз дайын болды. Енді оны холодильникқа 10 минутқа қойып қоямыз. Неге қамырымыз дайын болды. Енді оны 2 бөлікке бөлеміз. Астыңғы жағын кішкене үлкендеу, үстіңгі жағын кіші домалақ жасаймыз. Қағазымызға осылай төсеп, нанымызды ұн сеуіп, оқтайдың көмегімен жайып шығамыз. Қатты жұқа емес, қалында емес, орташа көлемде жаямыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан осылай қолымызбен де кішкене басып қоямыз. Астыңғы бөлігі дайын болды. Енді салмасын саламыз. Салмасын осылай қолымызбен жайып шығамыз. Үстіңгі бөлігінің қамырын да дәл солай жайып аламыз. Енді үстінен төсеп шығамыз. Айналасын осылай бекітіп шығамыз. Бір-біріне жабыстырамыз. Жақсылап жабыстырып шығыңыздар. Сонда пирогтарыңыз сочный болып шығады. Сосын осылай әдемілік үшін айналасын осылай өріп шығамыз. Сырт жақтан ішке қарай айналдырып ораймыз. Пирогымыздың ортасын осылай пышақпенен кішкене тесіп қоямыз. Арасы ішіндегі салмасы жақсы пісу үшін. Яғни арасына сонда ауа кіріп тұрады осы тесіктен.
бәлішіміздің бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Қалауларыңызша қара немесе осылай ақ күнжітті сеуіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Сол кезде өзі бәлішіміздің өз беті қызарып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің бәлішіміз пісіп шықты. Беттері қызарып, өте әдемі болып шықты. Дәмі деген енді керемет болып шыққан, тойымды әрі жеңіл тамақ. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай арасы да осындай салмасы толық піскен, сочный болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер.